Менің бір құрбым бар. Өзі өте керемет сұлу. Табиғат берген сұлулығымен қоса, ол өзіне ерекше күтім жасайды. Шашына, бетіне, тіпті қолы мен бүкіл денесінің терісіне маска жасаудан ерінбейді. Апта сайын мені қояр да қоймай моншаға ертіп барады. Монша жасартады дейді ол. Моншада да қарап отырмай, сұлу басын суға малып, денесіне жағып маска жасайды. Кез келген еңбектің нәтижесі болады ғой. Сондай күтімнің арқасында Малика 25 жасар сияқты көрінеді. Алайда негізгі жасы 46-да. Қызығатыным, 3 бала туса да сымбатын сақтап қыздай боп жүр. Тәтті тағамдардан өзін тия алатын, ерік жігеріне тәнтімін. Бақытына орай Құдай табыскер күйеу мен тағдырын қосып қойған. Күйеуі өте білімді және мол табыс табатын еркек. Маликаның өміріне қызығатынмын. Бірақ жақында күйеуі басқа келіншекке кетіп қалды. Екінші әйелі сұлу да емес. Неге екен деп көп ойландым. Сөйтсем, құр сұлулықпен еркекті ұстап тұра алмайды екенбіз. Бұлай дейтінім, 8 наурыз күні көршілердің WhatsApp чатына бір еркек мынадай жазба жіберді. Онда былай деп жазылған: Франция императоры 3 Наполеон өз заманасында дүниенің ең әдемі әйелі саналған типографинясы Мария Евгениямен үйленуге шешім қабылдағанын жариялағанда көпшіліктің таңданысы мен наразылығын туғызды. Тәжірибелі кісілер бұл шешімнің дұрыс еместігін айтты, ал Наполеон айтылған сөздерге құлақ аспады және бұл шешімін жүзеге асырды. Екеуі де бірін-бірі қатты жақсы көретін. Екеуі де танымал, әдемі, үлкен байлыққа ие еді. Бірақ бір нәрсе жетіспейтін. Әйелі өте сұлу болғанымен өте жаман мінезді еді. Евгенияның қаншайымы болуы да, махаббаттарының күші де, тақтың құдіреті де бұл отбасының құлдырауының алдын ала алмады. Евгения Наполеон үшін нағыз бас ауруына айналды. Күмәндар ішінде арпалысқан Евгения Наполеонның ең босамайтын кезінде жанына баратын, ең маңызды кездесулерін үзетін, айқайлап су шығаратын, ойына келгенін істейтін, әпкесінің жанына қашатын, күйеуіне шағымданып жылайтын, соңында Наполеонға қайтып келіп айыптауларын жаудыратын. Алып салтанаттың зәулім сарайдың иесі болған Наполеон бір сәт ойларын жинақтау үшін бір бөлме табудан қалды. Әйелінің теңдессіз сұлулығы енді оның қорқынышты түсіне айналды. Бұрын оның жүзіне қарағанда рахаттанатын Наполеон енді оны көрмеген сәттерінде рахаттанатын болды. Жаман мінездің улы әсері және әйел айқайы патшаны үйінен қашырды. Бұдан хабардар болған 20 жыл ажырасу істерімен айналысқан танымал адвокат былай дейді: ер адамдардың өз үйіне ерте барудан қашып, қаңғырып кетулерінің ең басты себебі үйіндегі әйелінің ызыңы болуы екендігіне куә болдым. Көп әйелдер өз отбасыларының мазарын осылай қазады. Осы жазбаны оқыған соң мен сұлу құрбым Маликаның мінезін ойша саралап шықтым. Ол да әлгі жазбадағы сияқты күйеуінің әр қадамын аңдып, болмашы нәрсеге ұрыс шығара беретін әйел. Әйелінің бар жағдайын жасап отырса да, ағайын туысына, шешесіне берген көмегін тізбектеп қызғанатын әдеті бар. Бере берсін, жетеді ғой, бастысы сенің сұраған ақшаңды қолыңа ұстатып отыр, шалқып өмір сүріп жатырсың ғой дейтінмін. Бірақ Малика күйеуінің інісіне немесе қарындасына ақшалай көмек бергенін естісе, оны қуырып жеп қоярдай болатын. Осындай жағымсыз мінезі бар еді. Ақыры осы мінезінен күйеуі қашып кетті-ау деймін. Зәулім үйін, бәрін әйеліне тастап кетті. Одан бөлек 3 баласына ай сайын ақша бөліп отырам депті. Сонда ол құлағының тыныштығы үшін ғана кетіп қалған боп тұр ғой. Жар таңдағанда отбасылық өміріңізді бақытты қылу және үйіңізді тозақ азабына айналдырмау үшін барлық нәрседен бұрын әйелден жақсы мінез іздеу керек. Әйелдің сұлулығына қарап емес,
мінезіне қарап үйленген дұрыс-ақ. Ал әйелдер, сыртыңызды бояй бермей, ішкі жан дүниеңізді сұлуландырыңыз. Әйтпесе құр шыраймен отбасыны сақтай алмаймыз.